Саламатсыздар ма, балалар отырғаныз? Бүгін сіздерге ең болмысылы Самысты бұл сабақтар күн жоқ, айтып жүресіздер. Группада барлығы түгел. Рахмет, отырғаныз. Дәптерлерімізді ашып жаза қояйық. Бүгін 11-ші ай, 22-ші жыл деп жаздық. Бүгін біз үлкен тарауды бастайық деп жатырмыз. Дәріс 24-ші, 5-ші бөлім дәрежемен түгіл дәрежелік функция. Бірақ бүгінгі біздің тақырыбымыз енші дәрежелік түгіл және оның қасиеттері. Енші дәрежелік түгіл және оның қасиеттері. Қаламдарыңызды қойып, мен кім болды соны біліп отыратын болайын, дәптерлеріңізді жазып қойыңыздар. Енді басқа сабақтан келдіңіздер, сондықтан миымызды ретке келтіріп алу үшін ми гимнастикасын қазір өткіземіз. Тез есептеулерге дайын отырыңыздар. Біз ауызша есептейміз. Сонымен бірінші сұрақ ми гимнастикасынан 4 пен 5 цифрларының арасындағы теңсіздігі ақиқат емес болу үшін қандай белгі қою керек деп айта қойыңыз. Бірінші көтердіңіз. 4 пен 5 цифрларының арасындағы теңсіздік ақиқат емес болу үшін 4 пен 5 арасына үтір қоямыз. Сонда 4,5 сан шығады. Ол ондық өлшекті сан болып табылады. Дұрыс айтасыз. Өте жақсы, отыра қойыңыз. Келесі есепті қарайық. Бұл біздің ағзамызда қандай кесел келтіретіндер, немесе біздің табиғатымызда қоршаған ортаға байланысты бір есепті қарастырып кетейік. Біз барлығымыз дүкенге барғанда міндетті түрде полиэтиленовый пакет дейміз, немесе оны қап дейміз, соған байланысты біз тамақ аламыз. Жетісіне біз орта есеппен әр жанұя 4 рет барды деп есептейік. Және ол 30 теңге болатын болса, 4-ке көбейтсеңіз, бір жеттің ішінде 120 теңгені жанұя лақтырып отырады екен далаға. Өйткені ол қап уақыт өте келе далаға кетеді. Сіздерге сұрақ. Бір айдың ішінде неше теңгені далаға лақтырып отырады жанұя? 480 теңгені. Қалай таптыңыз? Өйткені бір аптада 120 теңге, бір айда 4 апта бар. 24 көйден 480 теңге. Дұрыс. Енді тез айталық. Бір жылда 12 ай бар, 12 отыра қойыңыз. 12 айда неше теңгені әр жанұя лақтырып отырады екен? Осы полиэтиленовый пакет. 5760 теңге. Дұрыс. Отыра қойыңыз. Енді осыны 10 жылға көбейтіп берейікші. Біз 10 жылдан бері өзіміз осыны қолданып жүрміз ғой. 10 жылдан да көбірек негізі. Бір нөлді астына қоса қоямыз арқылы? 7600 болады. Енді оны айталық. Біз топта 25 баламыз. Әр біреуімізде бір өзіміздің жанұямыз бар. Осыны 25-ке көбейткенде 10 жылдың ішінде қанша ақшаны далаға лақтырып отырады екенбіз? Айта қойыңыз. 1,440,000 теңге. 1,440,000 теңге бір топтан кетеді екен. Біздің колледжде бірнеше топтар бар. Басқа колледждерде де сондай топтар бар. Енді қараңыз, қоршаған ортаны біз ластап жатырмыз. Енді мынандай сіздерге естеріңізге мынандай ақпарат. Жаттап алуларыңызға болады, жадыңызға сақтап жүруіңізге болады. Бұл полиэтилен қабы 30 жылда ыдырайды екен, тек қана жылы климатта. Қазақстанда жылы климат неше? 3 ай. Бұл жаз айлары. Енді сонда неше ай керек, неше жыл керек? Санадыңызшы? 3 айда тек қана полиэтиленовый мешок, ол 3 ай ғана бізде болады екен. Қазақстан Республикасында неше жыл керек екен? 4 жылда бір жыл болып есептеледі. Сонда неше жыл керек? 30 жыл бойы ыдырайды. А Қазақстанда 4-ті 30-ға көбейтеміз, неше жыл керек? 120 жыл ішінде ана ыдырайды екен. Бұл ыдыраған кезде улы газ бөледі. Улы газ біздің ағзамызға зиянын тигізеді. Оның ішінде аллергия деген аурулар, немесе астма деген аурулары өте жиі кездеседі. Сондықтан полиэтилен мешогын үнемі дүкеннен алып жүргенше, одан басқа бір нәрсені ойлау тауып, немесе сіздер Қазақстан Республикасының болашақ үлкен азаматтарысыздар, бизнесті ұйымдастырған кезде осы салаға көңіл аударып өздеріңіздің жеке цехтарыңызды ашып, оны өңдеуге болады ма, болмайды ма? Болады. Кеттік, ары қарай енді есепті қарастырайық тағы да, бірақ тез. Енді мен мына есепті сіздерге бөліп тастаймын. Былай, бірінші 4 есепті сіздерге кетеді. Бір құпия сөзді ашуларыңыз керек. 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8-ші есептер 2-ші бойға кетеді. Соңғы ар жағындағы 3 есеп 3-ші бойға кетеді. Сіздер маған тек қана әрпін ғана айтсаңыздар болды. Айттым. Бірінші әрпі. Қандай болады? Қандай сөз? Г әрпі шығады. Екінші әріпте? А болады.
Ал үшінші әрпі қандай болады? Сосын соңғы п болады. Сонымен қандай бір сөздің буындары шықты? Га. Екінші бойға беттік. Екінші бой бесінші есептің жауабында қандай әріп шығады екен алғаңыз? Е. Сіздікі? Д. Сіздікі? О. Сосын төртінші есеп сіздерде? Н. Сонда қандай шықты? Га. Енді А, П, Т деген сөздер шығады деп ойлаймын. Қане, сізде қанша шықты? 9-да А шығады? Қане, нешінші есеп? 10-да 11-де? 11-де тым. Сонымен қандай сөз шықты? Гарпедонап деген сөз шықты. Енді қараңыз, мен бұл сөздің не мағына білдіретінін айтпай ақ қояйын. Сіздер интернеттен өздеріңіз алып біліп, ақпаратты өздеріңізге оқып аласыздар, бірақ бұл жер өлшеу мамандығына байланысты шығады. Келесі жолы осыны үйге тапсырмай алып алыңдар. Осы сөз нені білдіреді? Интернеттен тауып алыңдар. Енді бізге жақсы бұған дейінде біз оқыдық екі таңбалы беспен аяқталатын сандардың квадратын жатқа білу керек дедім. Бұны бір ережемен үйреттік. Тақтаға кім шығып көрсетіп үйретіп айтып береді. Бұл кісі жазып жатырғанда мен бір екі карточка бере салайын. Тестіден бірінші вариант пен екінші вариантта мынандай есептерді шығарып көрсетіңіз деп айтайын. Сізде бірінші вариантты шығарып көріңіз, алтыншы ғана есебін. Сіз екінші варианттан төртінші есебін шығарып көріңіз. Төртінші есебін. Ал Абылайханды тыңдап көрейік. Қалай деп айтады екен? Сонымен. Екі таңбалы бестен аяқталатын сандардың квадратын табу үшін Евклид ережесін қолданамыз. Оны мысалы 15-тің квадратын табу үшін 1 бен 2-ні көбейтіп, оның теңдігін жазып, содан кейін 25-ті жазамыз. Яғни 15-тің квадратты 225 болады. Ал 25-тің квадратын табатын болсақ, 2 мен 3-ті көбейтіп, теңдігін жазып, содан кейін 25-ті жазамыз. Сол кезде 25-тің квадраты 625 болады. Ал 35-тің квадратын табатын болсақ, 3 пен 4-ті көбейтіп, оның теңдігін жазып, содан кейін 25-ті жазамыз. Сонымен 35-тің квадраты 1225 болады. Ал 45-тің квадратын табатын болсақ, тура сол сияқты 4 пен 5-ті көбейтіп, теңдігін жазып, содан кейін 25-ті қоямыз. Содан кейін сонда 45-тің квадраты 2025 болады. Ал 25-тің табатын болсақ, 5-тен кейін 6 саны келеді ғой. Яғни 5 пен 6-ны көбейтіп, теңдігін жазып, жанына 25 жазамыз. Сол кезде 25-тің квадраты 3025 болады. Дәл сияқты жалғастыра берсек, 9-ның 95-тің квадратын табатын болсақ, 9-дан кейін 10 қой, 9-ны 10-ға көбейтіп, оның теңдігін жазып, содан кейін 25 жаза саламыз. Сонымен 95-тің квадраты 9-ның 25. Молодец. Өте жақсы жарайсыз айналайын отыра қойыңыз. Бұл сандарды не үшін біз қайталап жатырмыз? Бұл сандар негізі есеп шығарған кезде өте жиі пайдаланады. Өте жиі кездесетін болғандықтан, бұны жаттамай-ақ ережесін білсеңіз болды, сонымен жазып шығарып алуға болады. Сонымен мен сұрап жіберейін, сіздерде қалай болып жатыр екен? Мен 2 карточка бердім. 2 карточкаға байланысты сіздер жауап неше шықты? Айта қойыңыз? Менде 11. 11 шықты. Негізі дұрыс дәрежеге байланысты берілген. Сізде қанша шықты? Менде 4 шықты. 4 шықты. Қазір көріп жіберейін. Я, сіздің есебіңіз дұрыс 4 шығады. Бұл дәрежеге байланысты бағаларыңыз бұлай болады. Міне сіздер өздеріңіз көп жауап беріп жатырсыздар. Сабақтың соңында сіздердің бағаларыңызды ең аз дегенде 70 балдан қоямын жауап берген адамдарға. Енді сіздер тағы да қосыласыздар. Ары қарай тағы қайталап жіберейік. Біз сіздерменен ең дәрежелі түбірті оқу үшін дәрежелерді қайталау керек. Сіз бұл дәрежелерді 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныпта өтіп кеттіңіздер. Мынау солардың қасиеті. Жалпылама айтатын болсақ, 0 дәреже, теріс дәреже, көбейту, бөлу, дәрежелі дәрежеге шығару, немесе теріс дәреже болғанда оны бөлшек арқылы жазу, немесе негізі бөлшек болғанда оларды қалай дәрежеге шығару. Солардың барлығын біз қазір пайдаланамыз өзіміздің ең дәрежелі түбірімізде. Тақтада сіздерге кітапта да бар, тақтада да бар. Мен сіздерге лекцияны лақтырамын.
онлайн тестпадта қазір есеп шығарамыз, сонда көріңіз. Бұл жерде 9 мысал тұр, 9 формула тұр. Осы 9 формулалардың бәрін мен бірегеуін ғана түсіндірейін. Мысалы, егер дәреже, ең түбірлі дәреженің астында көбейткіш ретінде екеу тұратын болса, немесе үшеу тұратын болса, оны бөлек сол дәрежемен көрсеткішімен радикал ретінде жасауға болады. Түбірді квадрат түбір деп айтады, куб түбір деп айтады, немесе n дәрежелі түбір деп айтады. Енді мына жерде керісінше айтайын формуланы. Мына формулада сізде мысалы дәреженің радикалдың көрсеткіші мен радикалдың астындағы жатқан өрнектің көрсеткіші бір-біріне бөлінетіндей болса, немесе қысқаратындай болса, қысқартып жіберуге болады. Енді есепті шығарып көрсетейін. Қараңыздар. Амалды дәптерді аламыз, мынандай есепті шығарып көрейік. 3 түбірасты алынған 2 түбірасты 3-ті, 7 түбірасты 2 қосылған 5 түбірасты 3-ке көбейту керек. Бір айырманы екінші қосындыға екі жақшаны бір-біріне көбейту керек. Кәдімгі 5-ші класс сияқты сіздер жақшаны ашасыздар, оның алдындағы минусты ескересіздер. Бұл жерде мен түбірлердің қасиетін пайдаланамын. 3-ті түбірасты 2-ні 7 түбірасты 2-ге көбейтесіз. Мені жазып қойдым. Одан плюс болады 3 түбірасты 2-ні, мені 5 түбірасты 3-ке көбейтесіз. Бір-бірлер. Одан минус 2 түбірасты 3-ті 7 түбірасты 3-ке көбейтесіз. Одан минус 2 түбірасты 3-ті 5 түбірасты 3-ті. Кәдімгі осылай рет-ретімен жақшаны ашасыз. Ашқан кезде мына жерде түбірасты 2 деген 2 рет кездеседі. Бұны 2 жағдайда шығаруға, 2 түрлі әдіспенен. Түбірасты 2-ні түбірасты 2 өткенде 4 болады, бірақ түбірден шығарғанда 2 шығады. Немесе түбірасты 2-нің квадраты 2 деген түсіндіріледі. Сонда 3 ертің 21, 21-ді 2-ге көбейтесіз. Сөйтіп сізде мынандай 4 қосылғышты алғаннан кейін алгебралық қосылғышты. Ұқсас мүшелерін біріктіресіз. Ұқсас мүшесін біріктірген кезде 42-ден 30-ды алғанда 12 қалады, 15 түбірасты алдыдан 14 түбірасты алғанда 1 түбірасты алады, бір математикада жазылмайтын білесіздер. Мынау есептің жауабы бар. Сонымен үйге тапсырма сіздерге ары қарай былай жасаймыз қазір. Уақыт болатын болса, бір есепті шығарып көрсетесіз, тақтаға шығарыңыз. 70 бетті ашамыз, 78-ді ашыңыздар. 79-шы бетте Б деңгейінен 9-да 12-ні қысқаша көбейту формуласын пайдаланып, кім шығарады? Тақтаның үстінде кітаптар ашық жатыр. 79-шы бетті ашыңыздар бәріңіз. 9-да 12-ні қараңыз. 9-да 12-ні бірінші мысалын қысқаша көбейту формуласы бойынша есеп шығарыңыз. Біреуіңіз шығарып көріңіз екен. Тақтаны дайындап бересізге, бот алыңыз. Тездетіп. Тездетіп шығарып жіберіңіз, қалай болады екен. Не жазбатысы жазасыз айта қойыңыз. Қандай формуланы қолданасыз? Квадраттарының айырмасын тесесіз. Қалай жазасыз? Турасты. Не жазбатымыз айтыңыз? Біз квадраттардың айырмасының формуласын қолданып, 67 мен 58-nin айырмасын квадраттар айырмасының формуласына саламыз. Қалай? Сол кезде 67 азайтылған 58 және де 67 қосылған 58 болады. Дұрыс. Бөлімінде? Бөлімінде 53 азайтылған 28 және де 53 қосылған 28 болады. Сіз ары қарай жаза беріңіз, енді айтпай қойыңыз, түсінікті өздері есептейді. Енді сіздер жазып кеткендеріңіз мына жаққа қараңыздар. Онлайн тестпадтан несіздерге тапсырма беремін. Программа сілтемесін дақтырамыз сіздерге. Бұл үйге тапсырма болады. Бірақ мен бір есепті ғана айтқым келеді. Сонымен, мына бір есепті шығарған кезде иррационал өрнектен құтылу деген болады. Сіздер бұны 7-8 сыныпта өттіңіздер. Бұл сіздерге үйге тапсырма болып есептеледі. Жазбаңыздар, сілтемесін сіздерге дақтырамын. Абыл Касимовадан 77-ші беттен бастап өздеріңіз оқып, А, Б, С деңгейінен шығарасыздар.
қосымша сіздерге онлайн тест баттан беріледі. Тест неше болады екен? Турасы жиырма. Одан неше шығар? Рахмет, отырыңыз. Дұрыс болды. Сонымен сабағымызды қорытындай кетейік. Өте жақсы оқыдыңыздар бүгін, жақсы жауап бердіңіздер. Бірақ онлайн тест баттан сабақтарыңызды, есептеріңізді шығарып, маған дәптерлеріңізде шығарылу жолы дәлелдермен көрсетілу керек. Сау болыңыздар.